Өңірде асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға бағытталған игілік, береке және жайлау бағдарламалары жүзеге асырылып жатыр. Бағдарламалардың негізгі мақсаты өңірдегі асыл тұқымды малдың үлесін арттырып, шаруалардың қол жетімді қаржыландыру арқылы мал басын көбейтуге жағдай жасау. Биылғы 6 айдың қорытындысы бойынша Жетісу облысында ауыл шаруашылығы жануарларының саны 7,9%-ға артып, 2,900,000 басқа жетті. Оның ішінде ірі қара мал 583,800,000 басқа, ал қой мен ешкі саны 2,074,000 басқа дейін көбейді. Алайда өңірде асыл тұқымды малдың үлесі әлі де төмен. Осыған байланысты облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы аграрлық несие корпорациясы, Береке банк және даму кәсіпкерлікті дамыту қорымен бірлесіп, игілік, береке және жайлау бағдарламаларын жүзеге асырып жатыр. Бағдарламалар аясында шаруаларға жылдық 6% мөлшерлемемен жеңілдетілген несие беріледі. Сонымен қатар даму қоры кепіл заттың 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Біздің банк арқылы осы атап өткен береке, игілік, жайлау бағдарламалары бойынша қаржыландыру үшін кәсіпкерге банкқа жолығу керек. Офлайн және онлайн арқылы жолықса болады. Кәсіпкерге банк үшін орнатылған тізімін жинау керек болады. Сол тізім бойынша құжаттарды жинау керек болды. Сол құжаттарды жинағаннан кейін банк сол өтінішті жұмысқа қабылдайды. Қарастыру уақыты орташа 4 апта уақыт алады. Сізде кепілдік болу керек. Кепілдікке банк жылжымайтын мүлікті қабылдайды. Және даму қорының кепілдігін қабылдау болады 85%-ға дейін. Бүгінде бағдарламаларға қатысуға өңірдің 28 шаруашылығы ниет білдірген. Олар 6720 бас аналық ірі қараны, 6000-нан аса бас қойды және 1000 бас жылқыны сатып алуды жоспарлап отыр. Оның ішінде 5000 басы шетелден, 1300-ден астам басы отандық асыл тұқымды ірі қара болмақ. Жоспарланған ірі қараның 1350 басы сүтті, 5000-ға жуық басы етті бағыттағы мал. Алғашқы жобаларда қолға алынған. Игілік бағдарламасы бойынша бір шаруашылық Ирландиядан 200 бас етті бағыттағы асыл тұқымды ірі қара сатып алу үшін 330 миллион теңге көлемінде өтінім берген. Сондай-ақ береке бағдарламасы аясында Германиядан 300 бас сүтті бағыттағы асыл тұқымды мал әкелуге 470 миллион теңгеге өтінім жолдаған. Жайлау бағдарламасы іске қосылып жатыр. Ол жаңадан ісін кәсібін бастайым деген шаруа қожалықтарға арналған. Ол жерде шаруа қожалық 300 бас ірі қарадан және 1000 бас ұсақ малдан басталу керек. Ол жерде қаржыландыру ірі қараға 350 мыңға дейін, ұсақ малға 200 миллионға дейін қаржыландыру болады. Ол жерде де отандық мал алуға да болады, асыл тұқымды және импорттық да мал алуға болады. Бағдарламалар шарттарына сәйкес игілік жобасы арқылы 100-ден 500 басқа дейін ірі қара немесе 500-ден 1000 басқа дейін ұсақ мал сатып алуға мүмкіндік бар. Несие мерзімі 7 жылға дейін. Ал береке бағдарламасы ірі шаруашылықтарға арналған. Онда қаржыландыру лимиті 5 миллиард теңгеге дейін жетеді. Жайлау бағдарламасы бойынша мал сатып алу мен қажетті инфрақұрылым салуға 24 айлық жеңілдік кезеңмен 10 жылға дейін несие қарастырылған. Нұрай Базархан, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы.